Жаңа жыл осы бір 7 әріптен құралған шағын ғана сөзде қаншама қуаныш пен шаттық жатыр десеңізші. Аталған мереке баршамыздың жадымызға жаңа үміт, жаңа сезім ұялатып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Өзімізді тап бір ертегі қаһарманындай сезінуімізге мүмкіндік береді. Ал сыйлықтар туралы айтпаса да түсінікті шығар. Көз алдымызда бала шақтың балдай тәттілері елестетіп келіп, Аяз ата мен Ақшақардың шын жүректен сеніп, тілегімізді тіпті хат жазғанымыз да келеді. Кейбіреу бұл сөзмен келіспеулері де мүмкін, алайда мұның бәрі де әрбіріңізге таныс жүректен түбінде жатқан сезімдер екендігіне күмәнім жоқ. Бәріне де кінәлі жаңа жыл. Осы жаңа жыл келе сала ойбай дайындалайық, шырша тауып оны безендірейік деп шар құрамыз. Дегенмен осы мереке қалай пайда болды? Аяз ата кім деген сұраққа ешкім бас қатырмайды. Тек елден қалмасақ болды дейміз де қалғанына мән бермей, бірақ сол дұрыс па? Осы мәселемен бас қатырып ерінбей ғаламторын бұрыш-бұрышын ақтарып әйтеуір таптым. Қысқасы, бұл мереке кірес жастанғандардың мерекесі емес екен. Негізінен әңгіменің көкесі мынау. Мәселе былай басталыпты. Ертеде. Тек бұл ертек емес, бірақ әрбір ертегінің астында жасырынған бір шындық бар. Ешкі жүні келтеде алып тауларын бауырын мекендеген келт атаулы тайпа өмір сүрген екен. Олар шыршалардың ішінде орман аруақтары өмір сүреді деп сеніп, уақытында құрбандық шалып отырған. Ал қандай құрбандық? Әңгіменің қызығы осы жерде. Олар шыршаларға әруақтар ауқат қылсын деп адам ішек-қарын сүйектерін әдемілеп іліп қоюды әдет қылған. Осылай талай жыл тырқырап жүрген келттер крест құштанған қылыштың жүзімен беттерінен бері бұрып, себепсіз адам өлтіруді, құрбандық шалу, ішіп алу, төбелесу, бір-бірін ойнап, о дүниеге аттандыруды тоқтатады. Кейін қазақтың қасқырды қанша тәрбиелесең де орманға қарап ұлиды дегендей ойнайтын ойыншығынан айырылған келттер болмасан да ұқсап бақтың кебін киіп, ішек қарындарды адамның бастарын орнына неше түрлі жылтырақтар, және түрлі түсті әйнек шарылар мен шыршаларды безендіріп, қолдарының қышуын қандырған. Ал ел-жұрттың мұржасына кіріп, шыршаның астына сәлем сауғат салатын қызыл телпекті Аяз ата да жетісіп тұрған жоқ негізі. Бірақ бұрын бұл Аяз ата қазіргідей ел-жұртқа қуаныш, балаларға ойыншық беру үшін емес, әлгі шыршаға ішек-қарын ілмегендерді үйіне барып, ас қорыту жүйесін сұрамай алып кететін қанішер Аяз ата болған. Қазіргі қызыл дорбасы мен қызыл шапаны бар Санта-Клаус келттердің қандары аққан ішек-қарынын дорбасына салып, үсті-басы ал-қызыл қан болған сол шалдың заманауи бейнесі. Айтпақшы, Аяз атаның ассистенті болған Ақшақарды кезінде келттердің күн қатты борандатып, айнала ақ түтек болған ормандағы бір шыршаға жалаңаш арқандап, борандарды әмірі деп есептеген жаңағы шалға тартқан құрбандықтары екен. Ал енді келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жақсы тойлауларыңызды тілеймін.